Қазақ қашан байиды? Алма алайық, жүзім, ең күшті жүзім алма. Маған бір келісім беріңізші осы қызылдан, иә. Иә, қазір. Сосын қайда аударсам болады? Жоқ бізде аударым. Тәте переводпен жібере салайыншы. Қолма-қол бере салыңыз. Оптовка барсам, не? QR-мен алсам, мынандай баға, 8% қосылады. Наличка алсам, мынандай баға. Сонда шешіліп қойған болды. Қарағалықты тонауда мен стакан сататын шайым 100 теңге, 150 теңге мысалы үшін солардан да соны енді ұялмай налог аламыз деп отыр ғой енді. Қараша халықты қанау деп ойламайсыздар ма? Қатарынан болса ғана 100 переводтан асып кететін болса, от сол кезде ғана банктер бізге осы мәліметтерді береді. 2 ай 100-ден асып, келесі ай 50 болып қалса қарамайсыздар. Ондай қаралмайды, бермейді. Қорықпаңыздар. Сізден қате кетсе де қанша болса да тек қана ескерту болады. Таксистерге де тексеріс бола ма? Налог төлете ме сонда? Шарттың өзінде жазылып тұр ғой. Қанша пайыз төлейді? 1%. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Кешқұрым ақша тақырыбын тарқатсақ, қалай саудаласып жүрсіз? Такси үшін қолма-қол ақша дайындайсыз ба? Ал мобильді аударым жасай берсеңіз, артық салық төлеп, сарсаңға салынуы мүмкін деп алаңдайсыз ба? Салықтағы жаңа өзгерістер кәсіппен айналысатын жандардың мазасын қашырды. Ең алдымен базардағылардың жай күйімен танысайық. Алма алайық, жүзім, ең күшті жүзім алма. Тәте, саламатсыз ба? Алмаларыңыз дәмді екен, е? Дәмді, қандай керек? Маған бір келісім беріңізші осы қызылдан, е? Иә, қазір. Сосын қайда аударсам болады? Жоқ бізде аударым. Нөмір жазылып тұратын еді ғой. Жоқ, қазір мүмкін емес. Ой, менде қолма-қол ақша жоқ қой. Наличный керек. Тәте, переводпен жібере салайыншы. Жоқ, осындай мүмкін. Жоқ бізде. Қолма-қол бере салыңыз. Мобильді аударымдар тексеріледі деген хабарды естігелі сатушылардан маза кетті. Дүкен, дүңгіршек, тіпті таксистер де халықтан қолма-қол ақша талап етіп, аударым алмайтын болды. Сонымен, Қаржы министрлігі 2024 жылы нақты кімдерді тексереді? Азаматтардың шотына айына 100 аударым түссе, айыппұл төлей ме? Жеке кәсіпкерлердің шағымы қандай? Бүгін арнайы шығарылымда көреміз. Егер бір азамат 3 ай қатарынан ай сайын 100 әртүрлі адамнан мобильдік аударымдарды алып отырса, онда осы азаматқа қатысты сұрақтар туындауы мүмкін. Бұл мемлекеттік кірістер бөлімінің ресми өкілі Айнұр Сартаеваның 2 жыл бұрын берген сұхбаты. Ол 2022 жылы салық заңнамасына өзгерістер енгізіліп, мемлекеттік кірістер комитеті енді қазақстандықтардың мобильді аударымдарын кезең-кезеңімен тексере бастайтынын мәлімдеген еді. Ол үшін салық комитетіне отандық банктер көмектеседі. Қаржы ұйымдары енді азаматтардың мобильді аударымдары жайлы ақпараттарды беріп, оны мемлекеттік кірістер комитеті кезең-кезеңімен тексере бастайды деген. Ең алдымен 2023 жылы мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары және соларға теңестірілгендер мен олардың жұбайлары осы санатқа кіреді. Ал келесі санаттар, яғни 2023 жылдан бастап ол квазимемлекеттік сектор мен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері 2024 жылдан бастап дара кәсіпкерлер сонымен қатар заңды тұлғалардың басшылары және құрылтайшылары бойынша 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол барлық қалған санаттағы жеке тұлғаларға байланысты ақпарат беріліп отырады. Айнұр Сартаева 2 жыл бұрын ескертті. Алайда аталған заң күшіне еніп, жалпыға ортақ декларация көзді ашып жұмғанша кезең-кезеңімен өтуді бастап кеткен. Ендігі кезек жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың жетекшілері мен олардың жұбайына келген екен. Осылайша Қаржы министрлігі салықтан жалтарып жүрген кәсіпкерлерді анықтамақ. Мәселен, 10 миллион табыс тапты осы мобильді аударымдар арқылы. Және біз оны дәлелдей алдық. Ол жағдайда осы 10 миллионы 10% мөлшерінде ол жеке табысқан салығын төлесе болды. Бізге одан артық ол кісі ешнәрсе керек жоқ. Перевод қабылдамай жатыр. Өкімет дұрыс істемей жатыр анау. Например, анау налогты 1,5% жасау керек. Мына Каспий так ақшаны дейді, ол 0,5% болу керек. Содан в общем где-то бір 3% болса бәрі, это нормально. А былай 5% болды. Чыдайымайды, мынаны елу теңге қосып, сонымен не болды? Іштеге оқам. Осылайша 2024 жыл қазақстандықтар үшін әбігермен басталды. Әдетте қызмет үшін ақыны аударым арқылы алып жүрген такси жүргізушілері, курьерлер, сатушылар мобильді аударымнан бас тартып, халықтан қолма-қол ақша талап ете бастады. Одан біреу екеуден аласаңыз болады. Төлемді қалай жасаймыз? Наличка. Аға, саламатсыз ба? Сіздерде тауарды алсақ қалай төлеуге болады?
Тек ақшамен ба? Бұл перевод алмайсыз ба? А эти пробовали? Бізге енді жаңағы мобильный аударымда алмаңыздар дейді. Біз қалай алмаймыз ол? Біз сонымен үйреніп қалғанбыз алып. Енді бізден онда қандай бізден налог алады енді оны? Біз сонда біреу налог үшін істейік, или банк үшін істейік пе онда? Жаңа QR-дың проценті көп, біз табатын наварымыз сояққа кетеді. Бүгінгі таңда халық көкейінде сауал көп. Сонымен мобильді аударымдарды тексеру қалай жүреді? Алып сатар сатушылардың жағдайы қалай болмақ? Салық пен банк комиссиясынан кіші кәсіп иелеріне қандай пайда әкелмек? Бүгін көреміз. 2024 жылы салық комитеті жеке кәсіпкерлер тексеруді бастады. Дәл осы мәлімдемеден соң қазақстандықтардың әуре сарсаңға салынып, біраз даурығып қалған рас. 2022 жылдан бері кезең-кезеңімен өтіп келе жатқан декларация қалай жүзеге аспақ? Алдымен экранға зер салайық. 2024 жылдан бастап екінші деңгейлі банктер мемлекеттік кіріс органдарына қазақстандықтардың мобильді аударымдары туралы ақпарат бере бастағанын мәлімдеді. Бұл жалпыға ортақ декларация 2022 жылдан бері кезең-кезеңімен өтіп келеді. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметкерлер және оларға теңестірілген тұлғалар мен олардың жұбайлары 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік мекеме қызметкерлері, квази-мемлекеттік сектор субъектілері және олардың жұбайлары 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың жетекшілері және олардың жұбайлары 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап халықтың қалған бөлігі тексеріледі. Кезең-кезеңімен өтетін декларацияның биылғы кезегі жеке кәсіпкерлерге, заңды тұлғалардың жетекшілеріне және олардың жұбайларына келді. Дәл осы жаңа жүйе арқылы мемлекеттік кірістер комитеті көлеңкелік кәсіп иелерін анықтап, жемқорлықты жоймақшы. Бір-екі азамат бойынша талдау жүргізген кезде, мысалы, бір мемлекеттік қызметші келіншек өзінің туған ағасы оның мысалы банктік картасына такси қызметін жүргізіп отырып, соның банктік картасын пайдаланған анықталып отыр. Білу керек қой, өзінің картасын басқа үшінші тұлғаға пайдалануға болмайтын, иә? Осындай жерде жауапкершілік туындауы мүмкін. Ескертетін жайт, мемлекеттік кірістер комитеті азаматтардың жеке мақсат үшін жасалған аударымдарына тексеріс жүргізбейді және салығын уақытылы төлеп отырған қазақстандықтарға да бұл бақылау әсер етпейді. Алайда таяқтың екі ұшы барын еліміздің бас қаржыгерлері ескермеген сыңайлы. Жеке тұлғалар өздерінің жеке мақсаттары үшін мысалы достарына, ата-аналарына немесе балаларына көмек ретінде сондай төлемдер жіберсе, ондай мобильді аударымдар жасай алады және қабылдай алады. Бұл ретте мұндай аударымды декларациялаудың қажеті жоқ. Өйткені олар жеке тұлғаның табысына жатпайды. 2020 жылдан бері қаржы министрі болған Ерлан Жамаубаев мобильді аударымдарға тексеріс жүргізіледі деген жаңалығымен халықтың есінде қалмақ. Ал таяуда отставкаға кеткен қаржы министрінің орнына жаңа басшы келді. Күні кеше еліміздің бас қаржыгері Мәди Такиев алғаш рет сұхбат беріп, мобильді аударымдар мәселесі қайта қаралатынын хабарлады. Мобильді аударымдар қалады, бірақ әлі қараймыз. Тағы да айтайын, біз құқықтық мемлекетпіз, әділетті мемлекетпіз, дұрыс па? Сіз бен біз осы заңның сақталуын қарауымыз керек. Біреулер төлейді, біреулер төлемейді, әділдік болуы керек. Демек, бәрі салық төлеу керек. Бірақ әркімнің өз мөлшері болатыны түсінікті. Үкімет брифингінде ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров мобильді аударымдар мәселесі сезімтал мәселе екенін ашып айтты. Маған бұл мәселені қайта қарау туралы тапсырма берілді. Біз оны қаржы экономикалық блок аясында қайта қараймыз. Механизмін, критерийлерін тағы да егжей-тегжейлі талқылаймыз. Бұл мәселеге кейінірек ораламыз. Салық жүйесінде сиыр құйымшақтанған мобильді аударымдар мәселесіне қатысты үкімет түрлі режим қарастырып жатқанын айтты. Бұл сұраққа кейінірек ораламыз деп уәде берген ұлттық экономика министрі нендей оң өзгеріс енгізбек? Аударымды қабылдамау заңсыз ба? Ал шотыңызға айына 100 аударым түссе, салық төлеуге міндеттелесіз бе? Жарнамадан соң көреміз.
Перевод қабылдамаймыз. Бұл тіркесті 2024 жыл басталғалы бері жиі естейтін болдық. Себебі үкімет басшыларының Бұхараға жасаған жаңа жылдық сыйлығы. Барлық мобильді төлем мен аударымдар бақылауға алынды. Сонымен, жаңа өзгертулер қараша халықты қанай ма, әлде көлеңкелі бизнесті тұсаулай ма? Қабылданған декларация мен соңғы 5 жыл ішінде 60 мәрте өзгерген салық кодексіндегі өзгерістер жайлы сарапшылар тарқатпақ. Құрметті сарапшылар, қош келдіңіздер. Әуелі қалың елге Бұхараға өздеріңізді бір таныстырып өтейін. Қанағат Күленбаев, салық комитетінің маманы, өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы. Айжан Бекеева, түсіндіру жұмыс және байланыс орталығының басқарма басшысы. Және Лутбулла Омарбакиев, экономика ғылымдарының докторы. Һәм біздің белді сарапшы Айыпхан Мұхамедияров заңгер. Қош келдіңіздер. Енді баршаларыңызға бір ортақ сұрақ. Қазір енді осы бір тақырып халық арасында өте өзекті. Және ақпараттандыру өте аз. Тиісінше болса ол заңның тілінде, халықтың тілінде емес. Бүгінгі бағдарламаны пайдаланып, біз халыққа халықтың тілінде жеңіл форматта түсіндіру тиіспіз. Әуелгі сұрақ, өздеріңіз қазір қалай есептесіп жүрсіздер? Дүкенде, жеміс-жидек сатып аларда? Өте қызық сұрақ екен. Өзіміз қалай енді? Қолма-қолда ақша да береміз, перевод да жасаймыз, QR код арқылы да төлейміз. Әртүрлі ғой енді қалай. Бірақ бұл жерде былай қарау керек қой, бұл тұтынушыға байланысты. Егер де мен QR кодпен қабылдағым бергім келсе, ақшаны төлегім келсе, мен заңды түрде олай жасауым керек. Менің бір байқағаным, қомақты бір қаржымен зат алатын болсан, егер қолма-қол ақша берсең, ол 25 болуы мүмкін. Ал егер QR мен немесе басқаша аударым арқылы берсең, ол 27 үстіндегі пайызымен қосып береді, айтады. Бұл заңды ма? Бұл енді заңсыз ғой, олай болмайды, бірақ тұтынушыға байланысты ғой. Бәрі қазір тұтынушыға қалай ыңғайлы, солай төлейді. Бұл заң, бұл мобильді жүйе аударымдарын тексеру қараша халықты қанау деп ойламайсыздар ма? Қараңыздар, тағы да дұрыс емес ақпарат. Мобильді аударымдар бәрі тексерілмейді. Бұл жерде критерий орнатылған. Критерий орнатылған жаңағы 100 әртүрлі адамдардан. Кейбіреулер ойлайды 100 аударым. 100 әртүрлі адамдардан қатарынан, 3 ай қатарынан, январь, февраль, март. Сондай ғана төлемдер бар болса, бұл кәсіпкерліктің белгісі, кәсіпкерліктің қызмет түрі деп есептелінеді. Сондайлар тексеріске алынады. Бірақ тексеріске алынғанымен де бұны біз былайынан айтпаймыз. Сіз төлеуіңіз керек, сіз мені салықтан жалтарып отырсыз деп айтылмайды. Бұны сараптаймыз, қараймыз. Бір ғана направлениеде емес, неше түрлі. Мысалы, соны қарағаннан кейін ғана хабарлама жіберіледі. Оларды сіздер қалай анықтайсыздар? Банк береді ғой бізге. Банктер бізге осы критериймен осы 100 аударымдарды береді. Мәселенге қаңтар, ақпан, наурыз айында менің есеп шотыма 100 аударымнан. Жеке шотыңызға түссе. Жеке есеп шотыма. Айына 100. Айына 100 перевод. Демек 3 айда 300-ден асып кетсе? Қатарынан бір айда бұл жерде былай ғой. Енді мысалы январь, қаңтар мысалы айтайық. Қаңтар айында сізде 100-ден астам перевод болды. Жаңағы тағы да февраль айында 100-ден астам перевод болды. Әрбір жаңағы адамдардан болу керек. Әртүрлі адамдан болу керек. Одан кейін мысалы наурыз айында дейік. Үш қатарынан болса ғана 100 переводтан асып кететін болса, сол кезде ғана банктер бізге осы мәліметтерді береді. Ал бір айда мысалы 1000 адам перевод жасап, келесі айда 99 адам, одан кейінгі айда тағы да 1000 адам болатын болса, ол мәліметтерді біз жаңаға қарастыруға алмаймыз. Бізге берілмейді ол мәлімет, өйткені ол жерде автоматты жүйе. Сонда нақты критерий бойынша айына 100 адамнан асу керек. Асу керек, ол 3 ай қатарынан қайталану керек. 2 ай 100-ден асып, келесі ай 50 болып қалса қарамайсыздар. Ондай қаралмайды, берілмейді. Біз қарамағаннан бұрын бізге банк бермейді ондай. Бермейді ондай мәлімет. Өйткені ол заңды тұрғыда белгіленген. Ол құпия. Банктық құпия. Бір жағынан бұл норманы тоқтата тұрғанда пайдалы болар еді. Өйткені ана адам кәсіпкерлік менің табысым болады деген сенімге келетін болса, ол таза кәсіпкерге айналады да, ол мемлекетке пайда келеді. Әзірше ол ойланып жүр. Мен осымен айналсам ба, айналыспаймын ба деп. Сондықтан бұны осы тағы бір жылға кешеуілдетіп енгізсе дұрыс болар ма деп ойлаймын да, сонда кәсіпкерлердің саны арта жатар еді. Үлкен обороты бар кәсіпкерлер, олар о бастан салық төлеп жүр. Олар төлеп жүр. Бұл кішкентай майда кәсіпкерлерге арналған декларация секілді. Оның ішінде курьер, таксист, сатушылар, үйде отырып қолөнермен айналысатын
адамдарға қатысты сияқты. Және жапа шегіп жатқанда сол кісілер. Өйткені біз бұл бағдарламаны сол кісілердің өтініші бойынша жасап отырмыз. Және халықты ақпараттандырайық деп. Жалпыға бірдей декларациялау өзі бірден енгізілген жоқ. Енді қараңыз, кезең-кезеңмен қаншама жыл өтіп жатыр. Жаңа енді түсіндіру жұмыстары аз ба, көп па деген енді ол кішкене сұрақ. Өйткені мүмкін жеткілікті емес шығар. Иә, оны айтпаймыз енді біз толығымен бәрін. Бірақ қазіргі таңда біз енді білмеймін енді қарқынды түрде осы TikTokта да бармыз, Instagramда да бармыз, барлық желілерде бармыз. Кез келген заң бұзушылық болған кезде, қате кеткен кезде бірнеше рет оған ескерту беріледі. Ескерту деген ал, сіз шақырып алады айтады, кешіріңіз, мына жерде осындай ақпарат кетіпті. Бұл қате болса түзетеміз. Егер сіз рас заң бұзсаңыз, тек қана ескерту. Болды. Қорықпаңыздар. Сізден қате кетсе де, қанша болса да, тек қана ескерту болады. Басымыз күнде қосыла бермейді, сондықтан халыққа сұрақ қойдық. Дәл осы декларация жөнінде, заңнама жөнінде, мобильді аударым жөнінде қандай сұрақтар бар көкейлеріңізде жүрген, біз мамандарға қояйық дедік. Қазір бізге бірнеше сұрақтар қойылады, сіздер жауап берсеңіздер. Экранға зер салыңыздар. Қайырымдылыққа жинақ жасаған жағдайда 100 аударымнан асып кетеді. Ол қалай болады? Бұл жерде қайырымдылыққа жиналған ақша салыққа төленбейді. Ол жерде енді хабарлама келу мүмкін, келеді ғой. Сол кезде растайтын қағазы болу керек. Келесі сұрақ, экранға зер салайық. Таксистерге де тексеріс бола ма? Налог төлете ме сонда? Ал өзекті сұрақ. Таксист жүргізуші болған кезден бастап, бұл кәсіпкерлік қой. Сол кезден бастап кәсіпкерлікке тіркелу керек. Сосын кейін, мысалы мобильді аударымдар деп айтып жатырмыз, бәріміз мобильді аударымға аударамыз да. Шарттың өзінде жазылып тұр ғой. Қанша пайыз төлейді? 1%. Қазір бізді осы бағдарламаны көп таксистер көріп отыру бек мүмкін. Мысалы, мен таксистпін. Мен қалай салық төлеймін? Алғышарттар қандай? Осыны айтып беріңізші. Міне, бірінші қадам не істеу керекпін? Қараңыз, бірінші қадам ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Енді осын қайда барып тіркеледі? Салық органдарына бармай-ақ тіркелуге болады. Мобильді қосымша е-салық бизнесті жүктеп алғанса, болды. Сол жердегі енді бізде қалай толтырылуы бойынша Instagram каналда видеоролигіміз бар. Қалай кіру керек? Прям таксистерге арналған. Бізге кіріп, соны қараса да болады. Қай жерге шейін кіру керек? Тіркеледі, болды. Қолма-қол ақша алып атса да, жаңағы өз бизнес счетына перевод алып атса, бизнес счетке. Қазір бизнес счет ретінде ашылу керек. Сол жерден алынған ақша формироваться етіледі, сосын кейін салық нысаны тапсырылады. Келесі бір сұрақ бар екен, экранға зер салайық. Кәсіпкермін, менің шотыма түскен ақша көп болып кетсе, салық төлеймін бе? Жеке бастарына арналған болса, жеке мақсатта аударым алынған болса, бұл жерде салық төлемейді. Бұл 100 перевод емес, бұл бір ғана перевод деп есептелінеді. Демек, бір адам бірнеше перевод жіберсе де, ол бір перевод болса болады. Бір перевод болады, бір иін, бір жеке сәйкестік номермен ғана қарастырылады. Жақсы. Келесі сұрақ. Менде ИП жоқ, бірақ жолдасым маған ақша аударып отырады. Ол 100 мыңнан асады. Зиян ба? Жоқ, аудара берсін. Қабылдай берсін. Көп болғаны дұрыс деңізші. Көп болғаны дұрыс қой. Бұл жерде 100 аударым дегенде 100 мың деп түсінген көрермендер де болуы мүмкін. Жоқ, 100 аударым ол жерде сомасына қаралмайды. Осы заңнама шыққаннан кейін базарларда көкөністің де бағалары қымбаттап кетті. Оны өздеріңіз де байқап отырған шығарсыздар. Таяуда біз базарға соқтық. Экранға зер салыңыздаршы. Оптовкаға барсам, QR-мен алсам, мынандай баға 8% қосылады. Наличка алсам мынандай баға. Сонда шешіліп қойған болды. Оптовканың өзі бір асып кетсе 8%, 10%-мен жұмыс істейді. Вот плюс еще да 5% қосады. Сіздерге сондай кәдімгі талап қояды, Енді бәр обязательно қойылады. Ол қашаннан бері? Қазір осы жаңа жылдан бері. Мен өзім мына жерде киім тігем. Маған, например, келеді, мен QR-мен аламын. Переводпен алмаймын. Бұрын перевод болады, қазір и наличкамен аламын. Аударыммен де төлейді, қолма-қолда алам. Бірақ енді осы жасап атқан дұрыс емес, шынын айтқанда. Қарағалықты тонауда мен стакан сататын шайым 100 теңге, 150 теңге мысалы үшін солардан да соны енді ұялмай налог аламыз деп отыр ғой енді. Шыны керек. Мен осы жүргенде әншейін жүрген жоқ. Бақандай аренда төлеймін осы жүргеніме. Сізден сұраға бола ма? Қазір мына мобильді аударымдар жөнінде көп жерлерде мысалы аударыммен қабылдамаймыз деген сөздер естисіз ба?
сол үшін ақша ұстап ба осылай әлде бұрыннан? Иә, ол енді қазір аудармаймыз. Ана бізден ақша кіребут етеді, процент ұстайды деп жатыр ғой күннен кейін. Осылай алатын болдық, иә, солай. Қай жерде алмайтын болды? Мына базардың ішінде продукт үшін конфет, печенье, ештеңе, анау алмада ештеңе де бермейді. Аударыммен алмаймыз деп Иә, мынау аударыммен алмаймыз, QR-мен де алмаймыз, мынандаймен аламыз деп жатыр. Мына кісілердің барлығының күндік табысы миллион, айлық табысы обороты 10-15 миллион болса, ұялмастан 1% беретін еді. Бұлардың асып кетсе, күніге табатыны 7-8 теңге. Айына шаққанда бір айналдырған 300-400 мың шығар. 300-400 мыңның бір салығын сіздерге мемлекетке берсе, біреуін коммусулуға берсе, біреуін арендаға, жана жалға берушіге төлесе, мына жақта бала-шаға бар, отбасы бар. Халықтың қиналып жатқанында осы шығар. Осы бір декларацияны қабылдау барысында халықтың, қарапайым халықтың жай күйі сарапқа салынып ойланды ма? Әрине ойланды. Ондай болмайды ғой, ол сарапталды да, ол бір ғана бір направлениеде шыққан жоқ. Ол жерде қоғамдық ұйымдар да болды, кәсіпкерлер де қатысты осы заңдылықты қабылдап жатқан кезде. Менің қояр сұрағым, жалпы бұл декларацияны қабылдау барысында мемлекет, яғни үкімет халықты ойлады ма, әлде өзін ойлады ма? Халықты да ойлады. Бүкіл Қазақстанды ойлады деп айтайықшы. Өйткені декларацияның өзінің мақсаты бар. Көлеңкелі экономиканы төмендету, жемқорлықты төмендету, бұл халықты ойламау ма? Ойлау. Әділ салық салу. Халықты ойламау ма? Ойлау. Қазақстандықтар қаржылай сауатты ма? Алаяқтардың арбауына түспеу үшін нені білу керек? Жарнамадан соң мамандар ақшаңызды тиімді пайдаланудың жолдарын түсіндірмек. Көреміз, қосылу болсын. Қазақстандықтар күн санап алаяқтардың құрбанына айналуда. Соңғы 10 жылда 150 мыңнан астам отандасымыз алаяқтардың арбауына түскен. Бұл тек арызданған азаматтардың саны, ал ақшасы алаяқтардың қалтасында кетіп, қайғыдан өзіне қол жұмсағандар қаншама. Көреміз алаяқтардың жұмыс істеу жүйесі жайлы бір қатар бағдарлама арнаған болатын. Экранға зер салайық. Бұл өзін өртеп жіберген елордалық Бағила Досмайылова. Ол 2019 жылы Мудараба Капитал қаржы ұйымына салымшы ретінде тіркеліп, 20 миллион теңгесін құйған. Алайда ұйым басшысы бір түн ішінде халықтың 1 миллиард теңгесін қолды етіп қашып кеткен. Мен бұл істі Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің тергеу департаментіне немесе бас прокуратураға жіберуін талап етем. Егер талабым орындалмаса, Ішкі істер министрлігінің алдында үстіме бензин құйып, өз-өзімді өртеуге уәде берем. 2021 жылы Мудараба Капитал қаржы ұйымын атақты блогерлер Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов, Әзімжан Сайтбаев жарнамалап, халықтың сенімін ұялатқан. Бірақ артынша бастары дауға қалып, ақталуға асығады. Мудараба Капитал компаниясының 2 жарнамалық ролигіне мен тек актер ретінде бой көрсеттім. Бұл ұйымның қатысушылары қатарына кіргенге дейін болған. 2 роликте де ақша салуға шақырғаным жөнінде іс-әрекеттер жоқ. Блогерлердің бет бейнесі мен атағына сенген бір қатар халық миллиондап ақша салып, ақыры сан соғып қалды. Атышулы ұйымның шикілігін құқық қорғау қызметкерлері дер кезінде біліп, қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен кінәлі деп таныды. Біз Мудараба Капитал ұйымын құрдық. Мен құрылтайшысы боламын. Сол себепті өз компаниямның атынан айтып отырмын. Біздің ұйым ай сайын 7%-дан 9%-ға дейінгі пассивті табыс табуға мүмкіндік береді. 2 жылға созылған іске өткен жылы нүкте қойылды. Сот блогер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты 5 жылға бас бостандығынан айырды. Ал қалған 9 азамат қаржы пирамидасын құру және басқару, ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және басқару бабымен темір торға қамалды. Құрметті сарапшылар, сіздерге ортақ сұрақ болсын. Жалпы қаржы пирамидасының белгілері қандай болады? Халық ұрынып қалмас үшін, қаперінде алу үшін. Бірінші белгісі пайда жоғары табу. Мысалға, депозит 14% сондай пайда табамыз, оларға 20%, 25%, 100%-ға дейін сіз активіңізді қайтарып аласыз деген жаңағы уәде береді. Осыдан секем алу керек.
Біріншіден бұл менің ойымша бұл мәселе қаржылық сауатсыздықтың мысалы ретінде айтуға болады. Қарапайым халық тез ақша тапқысы келеді және қаржылық сауат заң жағынан да мысалға келісім шартты оқыған кезде жаңағы кішкентай әріппен жазылады ғой. Соны мұқият қарамайды. Пайданы ойлайды бірінші. Күнкөріс ойы арзанырақ бір жерден алып қалсам екен, пайдасы жақсы екен деп бірінші соны жеңіл ақша. Жеңіл ақша. Енді бұл жерде әріптесім дұрыс айтады, ең басты белгісі ол жоғары пайыз. Өйткені адам не үшін барады? Айтады, 1 миллион салсаңыз, бір айдан кейін 500 мың сізге пайда береміз дейді. Бірақ 1 миллионыңыз жата берсін дейді. Адам 500 мыңды алады бір айдан кейін. Сосын не істейді? Үйін қояды, көлігін қояды, несиеге ақшалатты тағы апарып соған салады. Сосын елде әңгіме тарайды. Енді бұл жерде бұны көріп отырған, мысалы, Алматының әр ауданында прокурор бар. Алматының әр ауданында кіріс мекемесі бар. Полиция бар. Қаржы мекемелері бар. Бір Алматының өзінде әріптесім 100 мың адам бар. Осыған заңдылықты қарап отырған. Ол да сол жарнаманы естіп жатыр ғой. Ол бару керек, айту керек. Көрсетіңіз құжаттарыңызды. Сіздің мынауыңыз адамды алдау деп сол заматта жауап тастау керек. Бізде қалай дейді құқық қорғау органдары? Бізге арыз түскен жоқ дейді. Бірақ арыз түспесе де сіз көріп отырсыз ғой. Сондықтан әрбір мемлекеттік орган өз қызметін атқару керек. Біздің елде алаяқтық фактілер өте көп тіркеледі. Және осы көреміз студиясында біршама фактілерді анықтап, зерделеп халыққа ұсынған едік. Қазір сіздерге де аян етейік. Экранға зер салыңыздар. Суицид деген шығып жатыр тема сондай. Барлығы айтып жатыр. Өмір өсе алмайын басқа деп. Не істейміз? Асыламыз, жандырамыз, сөйлеміз. Өмірден түнілгендер мен қарызға батып ашынғандар Алматы қаласындағы Жетісу аудандық полиция бөлімін басып қалды. Анықтағанымыздай барлығы дерлік Жандос атты жігітке оңбай алданған көрінеді. Бірі көліктің қарызын Жандос төлеп, 7 жылдан кейін көлікті өзімнің атыма аударам десе, енді бірі несие қайтарылған соң көлікті Жандостың атына аударуы тиіс болған. Сосын жаңа видео келісім шартты 1-2 күннен кейін жасаттық. Мен осындай Ермахамет Жандос Арманұлына машинені 7 жылға рассрочкаға бердім деп. Сосын 7 жылдан кейін учеттан шешіп берем деп. Көпшіліктің бұлай шу көтеруіне басты себеп соңғы айларда несие төленбей қалған. Сан соққан жұрттың қанша екені әзірге белгісіз болғанымен полицияға шағым білдіргендердің саны қазірдің өзінде 70-тен асып кеткен. Бәрінен допрос алып жатырмыз, бәрінен арыз қабылдап жатырмыз. Адам ұсталынды, бүгін санкциясы болады. Алданған халық қазір күн-түн демей көше-көше мен автотұрақтарды кезіп жоқ іздеп жүр. Ең қиыны 300-ге жуық көліктің кейбірі шетелде сатылымда тұрған көрінеді. Машинамызды қазір тексеретін болсақ, біздің машинамыз қазір уже Москвада залогта тұр. Ол қалай болуы мүмкін? Машина менің атымда тұр, бірақ олар уже шекара асып кеткен. Сонда границада тұрғандар не қарап отыр, соған біз әлі миымыз жетпей отыр. Сорақысы сол, көпшілікті сазға отырғызған Жандос белгілі сазгер Арман Бексұлтанның ұлы болып шықты. Баламды Ақтаудан аулақпын, бірақ оны пайдаланған адамдар бар дейді композитор. Кейіннен естіп жатырмын, burada бұны жолдан тайдырған бір-екі адам бар екен. Біреу қазір қашып Қырғызстанда жүр деді. Сыбайласы шетелге қашса, Жандос неге елде қалып қойған? Оны ұстап полицияға тапсырған кім? Несиеге алынған көліктердің шетелде сатылып жатқаны рас па? Алданғандардың ақшасын енді кім төлейді? Көреміз. Айжан ханым, көремізге күнде келе бермейсіз. Осы бір сәтті пайдаланып, халыққа, елге не айтасыз? Ең біріншіден ресми деректерге сену керек. Біздің өзіміз Instagram каналда бармыз, сайтта бармыз, TikTokта да бармыз. Бізге жазылса екен деймін. МКД Алматы, ДГД Алматы деген, ДГД Алматы деп поисковикті алса, қарауға болады. Өйткені қазір көп деген әртүрлі ақпараттар беріліп жатыр. Біреу мүмкін ақша табуға, консультация алуға да алып жатыр. Бізге 1414 колл-центр неде звондаса болады, бізге дайректке де жазса да болады. Біз өзіміз бесплатно, ақысыз
сондай консультация береміз. Сосын кейін бізде мемлекеттік кірістер комитетінде телеграм каналында жалпыға бірдей декларациялауға байланысты сұрақтар қоюға болатын чат ашып қойған. Чат бот бар. Енді бізге дайректке жазса, МКД Алматы, Нижнее Подчеркивание, ДГД Алматыға жазсын, біз ссылкаларын беріп, сол жерге жазылып алып, қарап отыруына болады осы ақпараттарды. Жақсы, уақыт тауып келгендеріңізге рахмет, жұмыстарыңыз табысты болсын. Қазақстандықтарды алаяқтардан қалай құтқарамыз? Қаржы жинаудың 3 қағидасы қандай? Кәсіпті қалай дамытуға болады? Жарнамадан соң көреміз. Қазақ қашан байиды? Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2024 жылы халықтың 41% қаржылай сауатты болады деп болжам жасаған. Алайда алаяқтардың қалтасында кеткен миллиардтарды көріп, бұл статистикаға сену қиын. Халық қалай байиды? Кіші кәсіпті дамытудың жолдары қандай? Дәл қазір көреміз. Студиямызда белгілі қаржыгер, 20 жылдық тәжірибесі бар және шетелде оқып келген, қазіргі таңда енді Инстаграм әлеуметтік желісінде қаржылық сауаттылық туралы блог жүргізеді. Солай ғой? Таныстырып өтейін, қош келдіңіз, Айгерім Ильясова ханым. Жақсы, рахмет. Айгерім ханым, қазір енді соңғы жаңалықтарды көріп біліп жатқан шығарсыз. Сол бір жаңалықтарға, жаңа декларацияға өзіңіздің ойыңыз қандай? Дұрыс па, бұрыс па? Қазір енді жаңағы мобильді аударымдарды көп талқылап жатыр ғой. Меніңше қазір бір кері жағдай туылып жатыр. Мемлекет пен кәсіпкерлер бір-біріне жау сияқты қарап отыр. Мемлекет кәсіпкерлер салықтан қашуды ойлайды, табыстарын тығуды ойлайды деген ойда, ал кәсіпкерлер мемлекет бізді қанауды ойлайды деген пікірде болып жатыр. Мен енді айтайын дегенім, жаңағы мемлекетке кәсіпкерлердің жағдайын түсіну керек. Мысалы, бір дара саудагер болса, ол алған товарына бір 15% қосады. Одан артық қоса алмайды. Өйткені товар өтпей қалады. Сол 15%-дан 5%-ын сатушыға төлейді, жұмыскеріне. Одан төмен төлей алмайды екен. Жұмыс істемейді. 3%-ы салық болса, жаңағы 15%-дан шегереміз ғой. 1%-ын банк алады терминал үшін обороттан. 3% аренда, коммуналдық төлемдерге сондайға кетсе, сонда кәсіпкердің өзіне 1-2% ғана қалады. Сонда бізде жұмыс істеп жатқан, мемлекеттен көмек сұрамай, жан таласып жұмыс істеп жатқан жеке кәсіпкерлер, дара кәсіпкерлер батыр деп ойлаймын. Ал енді осы кәсіпкерлердің барлығы салықтарын төлесе де, ол бюджетке төлейтін, түсетін ақша, ол көп емес, үлкен корпорациялармен салыстырса. Сонда менің ойым, мемлекет сол жеке шағын бизнеске фокус жасамай, одан да үлкен корпорацияларға, жер қойнауынан шикізат алатын компанияларға сәл ғана салықты көтерсе, бір 0,1%-ға ғана салықтарын көтерсе, бюджетке кіріс әлде қайда көп болады. Жаңағы жеке кәсіпкерлерді, шағын бизнесті қудалағанша. Ол енді жаңағы мемлекетке кәсіпкерлердің жағдайын түсіндіру. Ал енді жеке кәсіпкерлерге айтатыным, мемлекет бізді қанауды ойлайды деп түсінбеу керек, олай ойламау керек. Өйткені салық төлеу деген ол қоғамның жұмыс істеуінің негізгі шарттарының бірі. Мемлекет ол салықтарды жинайды, сосын өзімізге жұмсайды. Мысалы, балаларымыз мектепте оқиды, тегін. Дәрігерлер жалақы алады. Біздің көпшіліктің ойы, осы бір жұмыстардың өзіне көңіліміз толмайды кейде. Содан кейін де мен не үшін салық берем? Жол жаман. Мен не үшін салық берем? Медицина дамымай жатыр. Мен не үшін салық берем? Мектеп тамақпен баламды қамтамасыз етпейді деген секілді көлеңкелі тұстар да бар. Ондай да бар. Келесі бір сұрақ. Енді жақсы сөйлеп, жақсы ойласақ, барлығы жақсы болады ғой. Сондықтан қазақ қашан байиды деп тақырып қойдық. Қаржыгер ретінде айтыңызшы, қазақ баю үшін не істеу керек? Қазақ біріншіден қаржылық сауаттылығын көтеру керек. Өйткені мен өзім көріп отырғандай, шағын бизнестерде, жеке адамдарда көбінесе қаржылық сауаттылығы төмен. Мысалы, жаңағы салықты айтсақ, 3%-ды кәсіпкерлер
өздерінің бизнестеріне сататын товар қызметтеріне бағаларды белгілегенде оны есепке алу керек. Минусқа өтпеу үшін жаңа бағаға қосу керек деген сияқты, одан басқа амал жоқ. Және де мысалы жаңа бизнес ашам дегенде, жаңа кәсіппен айналсам дегенде ең біріншіден жақсылап санап шығу керек. Мысалға айтсақ, бір магазин ашам десе, салон красоты, жаңа сұлулық салонын ашам, немесе бір кафе, кішігірім кафе ашам деген ой болса, ең біріншіден жақсылап санап алу керек. Мысалы, сол кафеге күніне неше адам келеді, немесе сол салонға шамамен минималды түрде осынша адам келеді, орташа чек осындай. Сонда күнделікті кіріс, выручка дейді ғой, оборот осындай болады. Одан кейін одан шығындарды алып тастаймыз. Сонда ай сайынғы кірісім осындай болады. 30-ға көбейтеміз да, 30 күнге. Шығындарды алып тастаймыз, жалақы жұмыскерлердің, аренда, коммуналды төлемдер. Сонда маған соңында қанша қалады? Және осы табыс көзі болып есептеледі ғой. Әрине. Бұл енді орта тап өкілдерінің арман мақсаттары шығар. Бірақ айлықтан айлыққа күнелтіп жүргендердің күйі не болмақ? Бұлай тартсам бұлай жетпейді, бұлай тартсам бұлай жетпейді дейді. Олар жалпы қалай ақшаны жинау керек? Өйткені жинайтын да қаражат аз. Бірақ үй алу керек қой. Көлік міну керек, балаларын шетелде оқыту керек, армандау керек деген секілді. Сондай жандарға қандай лайфхак ұсынасыз? Жеке қаржыны басқару ол 3 кезеңнен тұрады деуге болады. Ең біріншісі бюджет, яғни шығындарды бақылау. Екіншісі ол қаржылық көпшік, финансовая подушка деп айтамыз. Үшіншісі қарыздарды басқару, және төртіншісі ең соңғысы инвестициялау. Сонда ең біріншісін қарасақ, бюджет жүргізу керек. Ол үшін ай сайынғы күнделікті шығындарыңызды жазып отыру керек. Сонда сіздің табысыңыз қайда жұмсалады, қайда кетеді, ақша қайда кетеді, соны анықтайсыз. Сосын бюджет жүргізудің әртүрлі тәсілдері болады. Ең оңайы, мысалы, 50-30-20 деп аталады. Яғни табысыңыздың 50%-ын күнделікті өміріңізге пайдаланасыз. Тамаққа, пәтерақы, балабақша деген шығындарға. 30%-ын өзіңізге пайдаланасыз. Яғни ойын-сауық, денсаулық, спорт, демалыс деген сияқты. Шопинг, өзіңізді дамыту деген сияқты нәрселерге 30%-ын пайдаланасыз да, 20%-ын міндетті түрде сақтап отырасыз. Ал енді жалақыңызды келесі айлыққа жеткізе алмай отырсаңыз, онда 4 конверт деген тәсіл бар. Ол кезде табыс алған кезде ең біріншіден 20%-ын сақтап қоясыз, жинақтап қоясыз. Сосын ай сайынғы міндетті төлемдерді шегеріп тастайсыз. Мысалы, ипотека төлесеңіз, балабақшаға төлесеңіз, сондай міндетті төлемдерді шегеріп тастайсыз да, қалған соманы 4 конвертке бөліп қоясыз. Сонда бір аптаға бір конверт. Келесі конвертке қол суға болмайды. Сонда сіз ақшаны жеткізесіз де, және де жинақталған 20%-ыңыз болады. Сол жинақтаған 20% ол сіздің қаржылық көпшігіңізді құрайды. Ол екінші кезең. Қаржылық көпшік деген, жаңағы бірінші кезекте біз шығындарымыз жазып отырдық қой. Ең керекті шығындардың минималды сомасын анықтасаңыз, ол сіздің минималды айлық бюджетіңіз болады. Сол бюджетті 6-ға көбейтеміз. 6-ға көбейткен кезде сол біздің қаржылық көпшіктің сомасы болып саналады. Соны біз жинақтауымыз керек банктегі депозитте. Мысалы, сізге айына минималды керекті сома ол 200 мың теңге болса, сіз депозитте 1.200.000 жинап қоюыңыз керек. Соған тырысуыңыз керек. Сонда сіз жұмыс жоғалтқан жағдайда, басқа да кері жағдайларда сіз сол ақшаға өмір сүре аласыз. Күн көруге болады, иә? Сосын келесі кезең ол қарыздарды басқару. Несиеден мүлдем қашқан дұрыс емес. Өйткені жақсы несиелер болады, жаман несиелер болады. Жаман несиелер ол мысалы шығындарға келетін, немесе құнын жоғалтатын товарларға. Мысалы, сіз автокөлік алсаңыз, автокөлікке несие алсаңыз, соны өтеп болғанша ол автокөлік арзандайды, және де оны пайдалануға көптеген шығындар болады. Сол үшін ондай несие жаман несие деп саналады. Ал жақсы несие?
үй шығар баспана, иә. Ал жақсы несие табыс әкелетін мүлікке несие. Мысалы, сол автокөлікті сіз пайдаланып, тасымалдау жасасаңыз, табыс тапсаңыз, онда ол жақсы несие. Ал немесе шығындарды азайтатын несие. Сіз пәтерді жалға алып, арендаға төлегенше ипотеканы төлесеңіз, тиімді болады. Несие алып той өткізсең, ол да жаман несие болсын. Жаман несие, өйткені ол қолжетімсіз өмірдің атрибуты сияқты. Соңғы айфон, қымбат демалыс, соған несие алуға дұрыс емес. Бізде енді қоғамда жақсыдан қарағанда жаман несие көп. Және ол несиелердің бәрі мұқтаждықпен алынатын несиелер ғой сайып келгенде. Енді келесі бір сұрақ, ақшаны қайда сақтаған дұрыс және қалай сақтаған дұрыс? Банкте ме, әлде қолма-қол үйде ме? Әрине банкте сақтаған дұрыс, өйткені біріншіден банк жаңағы тонаудан сақталынады, және де инфляциядан сақтайды. Өйткені ақша үйде жатса, ол құнсызданады, сатып алу қабілеттілігін жоғалтып отырады. Ал банкте оған пайыздық мөлшерлеме қосылып отырады. Енді әртүрлі депозит түрлері бар. Мысалы, сіз ақшаны карточкаға алсаңыз, бір банктен тура сол банктың мобильді қосымшасында депозит ашып, күнделікті карточкадағы ақшаны, артық ақшаны депозитке лақтырып отырса болады, өйткені пайыздық мөлшерлеме кешке сол депозитте тұрған сомаға есептелінеді. Жалпы психологтар көп айтады, ақшаға дұрыс қарасан, ақша жайлы дұрыс ойласан, қаржы да саған ағылады дейді. Осыған қаржыгер ретінде сенесіз бе? Қаржыгер ретінде ақша есепті жақсы көреді деп ойлаймын. Жаңағы бюджет жүргізу, жақсы қарыздарды алып, жаман қарыздарды алмай, немесе ертерек мерзімінен бұрын төлеп стау деген сияқты. Сосын артық ақшаны кез келген табыстан 20% міндетті түрде жинап, ол жаңағы көпшігіміз толған сон, қаржылық көпшік толған сон, ол инвестицияға кетеді. Болашаққа, балаларды оқытуға, мысалы, немесе ертерек зейнетке шығып демалуға деген сияқты келесі кезең, ең соңғы кезең сол болады. Осының барлығы қаржылық сауаттылық. Мынандай сұрақ қояйыншы, жалпы қарыз берген дұрыс па адамға, танысқа, туысқа? Енді мен өзім қарсымын. Сізден қарыз сұраса, сіз жоғалтуға дайын соманы беруге болады. Әйтпесе ара қатынас бұзылуы мүмкін. Жаңа әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сонда қайырымдылық ретінде қарап, көмектесуге болады. Әйгерім ханым, қазір енді жалпы қоғам ақша үшін еңбек етіп жатыр ғой. Өйткені ақша бал ақшаған асырайды, ақша өзіңді әл ауқатыңды көтереді десе де, осы бір ақшаны кейбір кезде дұрыс жұмсамай жатамыз. Онды солды шашатындар да бар. Қазір енді маман ретінде бағдарламаның соңында ел білу тиіс тәжірибеңізге сай қаржылық сауаттылықты арттыру үшін не ұсына аласыз? Біріншіден, шығындар табыстан аспау керек. Шығындар табыстан аспау керек. Екіншіден, кез келген табыстан 20%-ды жинақтап отыру керек. Қандай жағдай болмасын, әр айлықтың 20%-ын бір қобдишаға жинау керек. Мысалы, айлығыңыз 200 мың болса, 40 мыңын сіз еш қиындықсыз, зиянсыз жинақтай аласыз. Ол дәлелденген, ол 20% деген дәлелденген. 160 мыңға күн көруге болады дейсіз ғой ар жағында. Солай, өйткені ол 40 мың былай да кетіп қалады. Керексіз нәрселер. Одан кейін жаңағы қаржылық көпшік. 6 айлық бюджетіңіз болу керек. Өйткені әртүрлі жағдайлар болады, көпшік әрқашан болу керек. Ол неге 6 айлық? Демек, адам 6 айда депрессия, стресстен құтылып, ары қарай өмірін бастап кетеді деген сөз бе? Мысалы ауырып қалса, немесе жұмысын жоғалтса, 6 айдың ішінде ол денсаулығын түзеп, жаңа жұмыс тауып, сондай жағдайын түзеп алады. Ол зерттелген факт қой, Зерттелген факт. Ол минималды, 6 ай деген минималды. Ал егер жағдайыңыз келсе, 12 ай жинап қойсаңыз тіптен жақсы, әрине. Спокойно жүресіз деген сияқты. Және де инвестицияға сол алғашқы кезеңдерден өтіп, инвестиция жасаған дұрыс. Неғұрлым ертерек бастаса, жастар көпшікті жинаған сон, сол 20%-ды инвестицияға жіберсе, сонда олар орта жасқа келгенде кәдімгідей ауқатты адамдар болып шығады. Өйткені күрделі процент деген ұғым бар, ол ақша өз-өзіне жұмыс істеп, көбейе береді. Ертерек жинай бастасаңыз, азыздан болса да. Инвестиция енді ол да үлкен тақырып, оған
бөлек тоқталамыз. Енді сізге қояр соңғы сұрағым, және өзекті сұрақтардың бірі, жалпы сетевой маркетинг, қаржы пирамидасы, осыларға ақша құйған дұрыс па, әлде бұрыс па? Әрине дұрыс емес. Жеңіл ақша, оңай ақша деген болмайды. Егер мысалы банк депозиттерінде шамамен 15% төлесе, сонымен салыстыруға болады. Біреу сізге келіп, сіз ақша құйсаңыз 30%, 50% табасыз, немесе 2 есе қып шығарып береміз десе, ол 100%, ол 100% алаяқтар. Ақшадан айырылып қаласыз. Сондықтан да үлкен табысқа, шамадан тыс табысқа жүгірмеңіз, ондайға сенбеңіздер. Сол қанағат болу керек. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз малын сойдырар дейді. Әйгерім ханым, келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Екеуі ара әңгімеміз, ақпаратымыз барша көрерменнің көкейіндегі сұрақтарға жауап берді деп ойлаймыз. Осымен бағдарламамыз тәмам. Құрметті көрермен, бүгінгі эфирден ой түйіп, жеңіл ақша табуға емес, нағыз кәсіп иесі болуға талпынғайсыздар. Сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай. Өте абай һәм бай болыңыздар.